сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, каналымызға қош келдіңіздер. Әлемдегі және Қазақстандағы жаңалықтарды алғашқылар қатарынан біле отырғыңыз келсе, арнадағы подписация және бір ғана лайк түймелерін баса отыруды ұмытпаңыздар. Ал ендеше бастадым. 23 сәуірге арналған ауа райы болжамы. Түнде Қостанай облысының солтүстігінде, батысында найзағай ойнайды деп күтіледі. Қарағанды облысының оңтүстігінде солтүстік-шығыстан соққан желдің екпіні 15-20 метр секундты құрайды. Ұлытау облысының орталығында, солтүстігінде күндіз найзағай ойнайды. Күндіз облыстың солтүстігінде, шығысында 15-20 метр секунд жылдамдықпен шығыстан жел соғады деп күтіледі. Жезқазғанда күнде найзағай ойнап, күн райы құбылмалы болады. Маңғыстау облысының орталығында, шығысында найзағай ойнайды. Күндіз облыстың батысында, орталығында шаңды дауыл тұрады. Күндіз облыстың батысында, орталығында солтүстік-батыстан соққан желдің екпіні 15-20 метр секундты құрайды. Ақтауда күндіз шаңды дауыл болады. Күндіз оңтүстік-батыстан соққан желдің екпіні 15-20 метр секунд. Түнде Түркістан облысының таулы аудандары мен тау бөктерінде, күндіз өңірдің батысында, оңтүстігінде таулы ауданы мен тау бөктерінде найзағай ойнап, дауыл тұрады. Оңтүстік-батыстан соққан желдің найзағай кезіндегі екпіні 15-20 метр секунд. Шымкентте таңертең және түстен кейін найзағай ойнап, жел соғады. Оңтүстік-батыстан соққан желдің найзағай кезіндегі екпіні 15-20 метр секундты құрайды. Түркістанда оңтүстік-батыстан соққан желдің найзағай кезінде екпіні 15-20 метр секундқа дейін жетеді. Түнде Батыс Қазақстан облысының батысында, күндіз солтүстік-батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде найзағай ойнап, күн райы құбылмалы болады. Күндіз облыстың батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде, солтүстік-батыстан соққан желдің екпіні 15-20 метр секундты құрайды. Оралда күндіз найзағай ойнайды. Солтүстік-батыстан соққан желдің екпіні 18 метр секунд. Күндіз Атырау облысының батысында, оңтүстігінде, орталығында найзағай ойнайды. Күндіз облыстың батысында, шығысында, оңтүстігінде, шығыстан солтүстік-батысқа ойысқа соққан желдің екпіні 15-20 метр секундқа дейін жетеді. Күндіз Атырауда найзағай ойнап, күн райы бұзылады. Күндіз шығыстан солтүстік-батысқа қарай соққан желдің екпіні 15-18 метр секунд. Күндіз солтүстік Қазақстан облысының батысында, оңтүстігінде найзағай ойнап, күн райы бұзылады. Облыстың батысында, солтүстігінде, шығысында, солтүстік-шығыстан соққан желдің екпіні 15-20 метр секундқа дейін жетеді. Петропавлда түнде солтүстік-шығыстан соққан желдің екпіні 15-20 метр секундты құрайды. Таңертең және түстен кейін Қостанай облысының солтүстігінде найзағай ойнап, күн райы бұзылады. Облыстың солтүстігінде, оңтүстігінде, солтүстік-шығыстан соққан желдің екпіні 15-20 метр секундқа дейін жетеді. Абай облысының солтүстігінде, оңтүстігінде, орталығында, солтүстіктен, шығыстан соққан желдің екпіні 15-20 метр секунд, кей тұста 23 метр секундқа дейін жетеді. Шығыс Қазақстан облысының батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде, солтүстік-батыстан, солтүстіктен 15-20 метр секунд жылдамдықпен жел соғады. Күндіз Алматы облысының таулы аудандарында найзағай ойнап, күн райы бұзылады. Соққан желдің найзағай кезіндегі екпіні 18 метр секунд болады деп күтіледі. Бізді тамашалауда жалғастырыңыздар. Біз сіздерге ең жақсы ұсынамыз. Сау саламатта болыңыздар.